3 қасық ашытқы, дәу қасықтан. Осындай чашкаға. Дәу қасықтан 2 қасық қант. Жылы судан 2 кесе су. Содан кейін осылай араластырамыз, әбден ерітіп. Көз мөлшермен 5 қасық дәу қасықпен ұн, содан кейін осылай араластырамыз, әбден ерітеміз. Бәрін араластырып, ерітіп алғаннан кейін 5 минут тұрады. Сүт 1 кесе. 2 кесе екен. Примерно 1 чашка ұн. Сүтпен сусын қатырып кетпей ма? Ыстық су қостым. Міне мынау быжып дайын тұр. Примерно не бересіз? Енді тұзды көз мөлшермен. Тұзды көз мөлшермен. Жаңағы быжып тұрған нанымызды ұнның үстіне саламыз. Май қосасын. Шемішкен майынан сәл қосамыз. Көз мөлшермен. Одан кейін сүт, жылы су қосылған. Аса жұмсақ болмау керек, аса қатты болмау керек. Қамыр орташа болып илену керек. Жаңағы 1 жарты кесе майымызды ішіне құйып жібердік. Солай иленеді. Тағы майыңнан қос көрсетіп жіберейін. Қолға алып, осылай прям шылап тұрып, жаңағы алжырап тұрған нанымызға май қосқанда, нандар осылай жинақталады екен. Басты құпиясы осында екен. Осы жерді үйреніп алу керек. Пирожки, пиляшиді не любой жерде осылай ғана істейді. Пирожкиді де осылай. Пирожкиді де үйіп пісіресіз, пиляшиді де бәрін осылай пісіресіз. Бұл оп-оңай ғой. Просто ең қандырсаң бұл, ең қанды бәрі. Бүйтесің. Болсын, қуат осылай болды. Осылай ашып қоямыз, ары кетсе жарты сағатта бұл ашып дайын болады. Қазір. Жарты сағатта жаңағы нанымыз көтерілді. Осылай лақтыра бересің мен. Біз өлшейміз ғой жұмса 100 граммнан. Қатты болсын. Кішкене ғана ұнға салып, осылай тізіп қоямыз. Болды сала бересің. Жаңағыны басып, осылай сала береміз. Беляшидің оты қатты жанбау керек. Ақырында жанбау керек, орташа жану керек. Себебі ортасы пісу керек. Егер қатты қызып, асты қатты жанып жатқан болса,
сырты пысып, іші шикі болып қалады. Дұрыс па? Көтерілмей қалса да шикі болып қалады. Сол себептен де осылай баяу, асықпай пісу керек. Осындай беляши шығады. Нан мен үйде нан илеген, нан пісіргенмен жасаңыз былай шықпайды. Нан сырыған мен пісіреміз ғой біз пирожки дегенше. Одан кейін кейде ортасы шикі болып қалды деп. Иә, шикі болып қалады. Сөйтсек, әр нәрсенің өз ережесі бар екен, иә? Міне, өте дәмді, күшті беляши шықты. Шикі болмау ғой.